Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Дәл қазір сіздерге «Мен ерлік» атты оқиғаны оқып бермекшімін. Оқиғаны соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды комментарийге қалдырыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, және міндетті түрде арнама бар болғаны подписацияны басып, мені қолдап, еңбегімді бағалап кетулеріңізді өтінемін. Ендеше бастаймыз. Мен ерлік. Бақыт пен Гүлназ ең алғаш студент кезде кездесті. Екеуі де ауылдан шыққан, бір-біріне көршілес ауылда тұрады. Бірақ ол кезде танымайтын. Қалаға жоғарғы оқу орнына түсіп, сол жерде танысып тұр. Көршілес ауылдан екенін білгенде тіпті жақын адамдай болды. Екеуі жақсы араласты. Ауылға барса да бір көлікке отырып, әңгіме-дүкен құрып баратын. Бір-бірімен көп уақыт өткізгенге Гүлназ Бақытты нағыз ер азамат ретінде көретін. Сөйлеген сөзі, ойын жинақтап бір шешім айтатыны бәрі Гүлназға ұнайтын. Соның қасында көбірек әңгімелескісі келіп тұратын. Тек өзін жеңілтек ретінде көрсетпейінде Бақытқа ештеңе білдіртпейтін. Махаббат жалыны көзден білінері анық. Бақыт оның бәрін сезіп жүретін, бірақ ұзақ уақыт Гүлназға сезімін білдіргісі келмеді. Өзінің сезімін шынайы екенін білгісі келді ме, уақытты созып жүрді. Гүлназды көрмесе тұра алмайтындай жағдайға жеткенде ғана өз сезімін жасырмады. Ол кезде Гүлназ бен Бақыт өте бақытты болды. Екеуі қол ұстасып, жұптары ажырамай, оқуын бітірер жылы үйленді. Отау құрған соң қалаға оқуын жалғастырып, дипломын алып қайта келді. Ауылда ата-анасы мен Бақыттың інісі Шаттық қана тұратын. Бұлар барып үлкен бір отбасы болды. Баласы мен келінін қалада қалып кете ме деген ата-анасы бұлар келгенде қатты қуанды. Барғаннан жұмысқа тұруға әрекет етті. Бақыт дене тәрбиесі мұғалімі, Гүлназ ағылшын пәні мұғалімі болып жұмыс істеді. Араға 2 ай салып, Гүлназ көтеріп, айы күніне жетіп, аман-есен ұл босанып алды. Арасын ұзатпай тағы бір ұлды дүниеге келді. Бақыт бұрынғы жұмысында істеп жүр, бірақ айлығы тым аз. Бұрын өздері ғана кезде ештеңе ойламаушы еді, қазір балалы болған соң балаларының болашағын ойлап жүр. Оның үстіне үйдің асыраушысы өзі, ата-анасы бар, одан інісі Шаттықтың оқуы бар дегендей. Бұл айлық тым аздық болып жатыр. Бір айлыққа қарап отыра берсе болмайды. Басқа жұмыс қарастырмасам деп, жүрген жерінде жалақысы көптеу жұмыс іздей бастады. Бір күні ауылдың балалары қалаға құрылысқа барады дегенді естіп, мән-жайын сұрастырып көрді. Жалақысы әжептәуір, қазіргі жұмысының 3 айлығын қосқандағы ақшаны. Ол жақтан 1 айда табатынын білді. Қыс түскенше жұмыс жасап келейін, ауылдың көмір суы бар, барлығы ақшаға келіп тіреледі. Не керек, сол жұмысқа барамын деп шешті. Жұмысынан ақысыз демалысқа шығып қалаға келді. Жұмысы ауыр, бірақ ауылда қара жұмыспен өскен Бақыт үшін еш қиындығы болмады. 1 ай жұмыс жасап алған айлығын үйіне алып келді. Тағы 1 ай барамын деген кезде Гүлназ жібергісі келмеді. Бармай-ақ қойшы, жұмысыңа қайта түс, бір мәнісі болар. Балалар әлі кішкентай, сені іздейді, қасында болшы. Бұлар өскенше бар жағдайын жасаймыз, мен де жұмысқа шығамын дейді. Оған қыстың қамын жазда ойла деп, қыстағы отым бар, бір барып келейін, сосын келермін деп кетті. Бақыт күнделікті жұмысына кірісіп, өз қызметін атқарып жүр. Үйіне жеткенше асық. Күнде ата-анасына, Гүлназға хабарласып қояды. Сағынып жүр. Балаларының дауысын естіп, өзіне күш-қуат алғандай болады. Қайтар күнді санап жүргендей. Міне бүгін де алдымен жарына хабарласып, енді жұмыс істей берсем болады дегенде күшті көңіл күймен жұмысын бастап кетті. Әндетіп салынып жатқан үйдің 5 қабатына шықты. Құрылыс өз қарқынымен жүріп жатыр. Күнделікті үйреншікті тірлігі ғой, бірақ бүгін өз қорғанышын тағуды ұмытып кетті. Қалай құрылыстың шетіне келгені белгісіз, басы айналып кетті ме, 5 қабаттан ұшып түсті. Қасындағылар жүгіріп жедел жәрдем шақырғанымен бәрі кеш. Тым жас күйінде бұл өмірді жақындарын тастап кете барды. Ата-анасына Гүлназға хабар берілді.
Ондағы жағдайдың қалай болары белгілі. Әкесі қан қысымы көтеріліп, Гүлназ бен анасы талып қалып жатты. Барлығы ішіндегі жан айқайын жылаумен, айқайлаумен шығарып жатыр. Бірақ қайтып келер бақыт жоқ. Тірі адам тіршілігін жасайды. Қанша ауыр болса да алға қарай жылжи берді. Бірақ бақыт кеткелі әке-шешесінің денсаулығы сыр берді. 2 күннің бірінде ауырып қала берді. Ешкімге айтпағанымен ішінің бәрі күйікке, өкінішке толы, қатты азып кеткен. Немерелерін көрсе бақытты көргендей болады. Көз жасы тоқтар емес, кейде көрсетпей баужаққа барып жылап алатын да болды. Бақыттың кеткенінде жыл болды. Гүлназ жүгіріп, ата апалап жүр. Немерелері де өсіп қалды. Енді әкенің ойы келін мен немерелерінде. Гүлназ болса жап-жас, бізге қызмет қылып жүре бермейді. Өзінің бақытын табу керек. Не істеймін енді? Гүлназға батамды беріп жіберсем бе екен, бірақ келін кетсе немерелерді анасынан бөліп алып қала алмаймын. Гүлназ тұрмыс құрса немерелерім не болады? Өгейлікті көріп өседі ғой дейді. Қайтсем екен деп мың ойланып жүр. Жатса да, тұрса да ойлайтыны осы болды. Шешімді де тапқандай, бірақ сыртқа айтуға қорқақтап отыр. Бүгін шаттық оқуынан 2 күндік демалысқа келуі керек еді. Әкесі баласын күтіп далада жүр. Алыстан шаттығын көріп қуанып кетті. Жалғыз баласының аман есендігін сұрап ішке кірді. Қарап отырса, кешегі кішкентай ғана ұлы Шаттық та үлкен жігіт болыпты. Гүлназ шай жасап жүгіріп жүр. Қайнысынан келгеніне қуанып жүр. Әңгімесі жарасатын жеңгесіне қалжыңдарын айтып тиісіп қояды. Мұнысына ата-анасы қарап қуанып та отыр. Шай ішіп, асқазанға ел қондырып алған соң әкесімен ұлы далаға шықты. Жағдайын, оқуын сұрап отыр. Биыл бітіресің, енді осы үйдің бар ауыртпалығы сенде. Барлығын ұқыппен, сабырлықпен шешерсің. Менің саған айтар бір ұсынысым бар. Көптен бері айта алмай жүрмін. Бірақ саған айту менің парызым. Өзің дұрыс не бұрыс екенін шешерсің. Әңгіме былай. Гүлназ жеңгең жас. Бұл үйде ұстап отыра алмаймыз. Өзінің теңін табу керек. Ағаңсыз осы үйде жүргеніне жыл болды. Жіберейін десем, немерелерімді қимаймын. Гүлназ келінде алтын келін. Оны да жібергім жоқ. Көз алдымда тоқшылықта өмір сүргенін қалаймын. Қазақта әмеңгерлік деген сөз бар. Жолдасы қайтқан болса, сол үйде ағасы немесе інісін жеңгесіне қосу деген. Енді үлкен ағаң жоқ. Саған осы ұсынысты айтып отырмын. Жеңгеңе сен қосылсаң, ағаңның ұлдарын өзіңдікінде көрсең қалай болар екен, деп сұрауды жүзбен қарады. Үндемей тыңдап отырған Шаттық, әке, мен қарсымын. Ағамның жарын қалай өзіме жар етемін? Ойға сыймайтын нәрсе ғой, қалайша бұлай дейсіз? Мен айттым, енді өзің шешерсің. Ағаңның ұлдарын қалайша жіберіп қарап отырамын, көз алдымда өскенін қалаймын деді. Түнімен көз ілмеген Шаттық, бұл дұрыс емес, олай болмайды деумен шықты. Жеңгеме қалай қараймын? Ағамның орнын қалай басамын? Жоқ, бұл дұрыс емес деп шешті. Таңертеңгісін шешімін айтпастан әке шешесіне, жеңгесіне жақсы деп қалаға қайтты. Ештеңе айтылмаған соң әкесі Шаттықтың жауабын жоқ деп топшылады. Сол кеткеннен 2 апта келмеді. Әкесі ұлын демалыс күні күтіп еді, келмеді. Ұлын ренжіп келмеді деп ойлады. Бекер айттым ба, ұлымды ренжітіп алдым ба деп ойлады. Міне, бүгін де демалыс күні. Таңнан кешке дейін ұлының жолына қарайлап әкесі жүр. Жоқ, тағы келмеді. Енді уайымдай бастады. Бұл ісім жарамас. Таңертең қалаға жолға шығамын. Ұлыма барып үйге қайт деп айтамын. Бір ұлымнан айырылдым, енді екіншіден тірідей айырылғым келмейді. Мейлі, өзінің сүйгені бар шығар, бақытты болғысы келетін шығар, қинап үйлендіре алмаймын деп ойланып отырған сол есіктен Шаттық кіріп келді. Өз көзіне сенбеген әкесі, ұлым қайда жүрсің, сені келмейді деп ойлап едім, деп қояды. Бірақ таңнан ұлының келгенін тосып жүрді емес пе? Кел, қолыңды жуып асқа отыр, жаңа ғана отырдық деді. Кешкі ас ішіліп, Гүлназ бен анасы ас бөлмеге кеткені сол. Әке, тыңдап тұрмын ұлым. Жеңгеме айттыңыз ба жағдайды? Жоқ ұлым, сенен бірінші сұрап алмақшы болғанмын. Айтқанымды ұмыт, маған ренжіме. Менікі жай немерелерімді ойлап айтқаным еді. Ондай әңгіме болмады деп есепте, жарай ма ұлым?
Жоқ әке, жеңешеме бір ауыз ескертіңіз. Егер қарсылық танытса, оны көремін. Мен ағамнан қалған аманаттарға бас-көз болуға әзірмін деді. Мұны естіген әке көзінен жас тамшылап аға берді. Менің ұлым ес тұтатқан азамат болыпты, шүкір деп ұлын құшақтай берді. Әкенің өзі айтуды ерсі санап, анасы болып сен жеткіз деп жұбайына айтты. Анасы астарлап Гүлназға барлық жайды түсіндірді. Қарсы болмасаң, шаттық екеуің бас қосыңдар. Балаларды бірге өсіріңдер. Бақыттың көзі ұлдары осы үйде өсіп, өнсе бізден асқан бақытты жан болмас еді. Өзің ой елегінен өткізіп көрерсің, сосын бір хабарын айтарсың деді. Гүлназға да оңай болмады. Апталап ештеңе демеді. Бірақ жауабын айту керек. Әбден ойланып, анасымен ақылдасып шешім қабылдады. Анасы да қызына өз ақылын айтты. Бақыттай алтын жігіттің інісі жаман болуы мүмкін емес. Қайтып келіп басқаға шықсаң, ол қандай адам болып шығады, өгейлігін көрсетпей ме? Құда-құдағи жақсы адамдар, саған өз қызындай қарайды. Мені тыңдасаң, сонда қалғаның дұрыс деді. Бір жағынан өзі де осы ойды құптап отырғаны. Анасы айтқан соң өз шешімінің дұрыс екенін түсінді. Апасына оңаша шайдың үстінде өз шешімін айтты. Мұны естіген ана қуанып отағасына жеткізді. Көп зуамай жеңгесі мен қайнысы әмеңгерлік жолмен бас қосты. Міне содан бері 15 жылдың жүзі болды. 2 ұлдан кейін Гүлназ тағы 2 ұл босанып алды. Ұлдары ер жетіп кетті. Сол ауылдағы қаңыр шаңырақта тұрады. Өздерінің ауылында үлгілі әке мен ана деген лайықты аттары бар. Соңы. Сіздерге осы әмеңгерлік тақырыбындағы оқиға қызықты болды деген ойдамын. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Арнама тіркелген болсаңыз тіпті рахмет. Ал егер де тіркелмеген болсаңыз, подписаться басып, тіркеліп кетуіңізді өтінемін. Жалпы өздеріңіз әмеңгерлікке қалай қарайсыздар, өз ойларыңыз қандай, комментарийге жаза кетіңіздер және лайк басып қолдап кетіңіздер.